Бейли әр өміріндегі естеліктерін сақтай отырып бірнеше рет қайта туылған ит. Бұл жолғы өмірінде иесі оны тастап кетіп, ол қаңғыбас итке айналады. Бейли кездейсоқ бір фермаға тап болады. Ол жерден таныс иісті сезіп, жақын маңнан жанына жақын дауыс естті. Ақыры Бейли бұл өзінің ең алғашқы нағыз қожайын екенін ұғып, оған қарай тұра ұмтылып, жерге жығып толқыған күйде Джектің бетінен жалай бастайды. Қаншама өмірден кейін ол ақыры оны қайта тапты. Бірақ Джек итті танымады. Оның Бейли екенінен мүлде хабарсыз. Соған қарамастан ол итке аздап тамақ береді. Бейли тамақтанып болған соң да Джектен көз алмады. «Маған бұлай қарама, сен бұл жерде қала алмайсың. Үйіңе қайт, иелерің алаңдап жатқан болар», деді Джек. Ол сөзін аяқтап есікті жауып үйіне кіріп кетеді. Алайда сол түні есікті қайта ашқанда, Бейлидің әлі де сол жерде жатқанын көрді. Келесі күні Джек оны жақсы үйге лайықты иттің бірі деп санап панажайға апарады. Бейли өзін бұл жерде қалдырмауын жалынып, өзінің онымен бірге болуым керектігін түсіндіргісі келді. Ол темір тордың ар жағынан Джектің кетіп бара жатқанын қимастықпен бақылап тұрды. Ер адам үйіне оралған соң, жалғыз кешкі асын ішіп отырып ұзақ ойланды. Соңында ол маңызды шешім қабылдайды. Келесі күні Бейли көзін ашқанда алдында біреудің аяғы тұрғанын көріп қуана атып тұрды. «Бұл жерден кеткің келе ме? Ендеше кеттік», деп Джек оны алып кетеді. Үйіне әкеліп шомылдырған соң, жетон жасату үшін жануарлар дүкеніне апарды. Бұл жолы ол итке Бәди деп ат қояды. Бірақ Бәдидің бір ғана тілегі бар. Ол Джектің өзін Бейли екенін, оған қайта оралғанын түсінгенін қалайды. Бәди қораға барып, өткен өміріндегі сүйікті ойыншығын тауып алады. Джек Бәдидің Бейлидің ескі футбол добын тауып алғанына таңғалды. Бірақ оған аса мән бермей, иттің жай ғана ойнағысы келген болар деп ойлайды. Біраз ойнаған соң Джек кетпекші болды. Бірақ Бәди оның назарын аудару үшін үре береді. Джек тоқтап, қызық бір нәрсені байқап көрмек болады. Готов? Я готов. Хорошо. Джектің таңғалғаны сонша тіл қата алмай қалды. Өйткені бұл оның бала кезінде Бейлимен ойнаған ойын еді, ал ол Бәдиге мұны ешқашан үйретпеген болатын. Оның үстіне Бәди өткен өміріндегі әдеті бойынша өз құйрығын қуалай бастайды. Фильмнің атауы «Собачья жизнь».